Мысалға мына жерде айтады: ассалаумағалейкум аға дейді. Уалейкум ассалам. Бүгін таңертең болған оқиғадан хабардар боларсыз дейді. Жайшылықта кейде өкпелегенмен полиция қызметкерлерін өлімге қимайды екенсің дейді. Алла сақтасын. Жап-жас жігіттерден айырылып қалдық дейді. Иманды болсын. Осы орайда сұрағым мынадай дейді. Барлық жамандықтың бастауы болған ішкілікпенен осы адамгершілікке жат нәрсе туралы не айтасыз дейді. Расында. Барлығыңыз бүгін жаңалықтардан естіп жатқан шығарсыз. Алматының қасындағы бекеттер, яғни пост, жаңа контроль жасайтын блокпосттарда өте ауыр оқиға болды. Ішкен жас жігіт келіп, полиция көлігін соғып, о жерде 3 полиция азаматы ауыр жағдайға түсіп, оның екеуі қайтыс болды. Бұл адам өмірі ғой. Адам өмірі деген үлкен, ең қымбат дүние. Бір адамның өмірін сау алып қалсаң дейді, адамзатты құтқарғандай сауап аласың дейді Алла тағала. Ал бір адамды жазықсыз, бір адамды өлтірсең, адамзатты өлтіргендей күнә арқалайсың дейді. Сондықтан бұл қиын, ауыр нәрсе. Біз жалпы адам өлімі деген нәрседен қорқуымыз керек. Қандай жағдай болса да адамның жанына зиян бермеуіміз керек. Бәрібір заңға жүгінуіміз керек. Мәселе әділдікте, әділетсіздікте емес, өмірде қандай жағдай болса да адам өміріне қиындық туғызбауға тырысуымыз керек. Сен көлік жүргізерде шарап іштің ба? Мәселе сенің есіңді білген білмегеніңде емес. Ол кез келген уақытта ақылыңның көзін тұмшалауы мүмкін. Мінекей, арақ шарап дейді. Бүкіл жамандық атаулының анасы деген хадис осыдан кеп шығады. Осы арақ шараптың кесірінен қаншама жігіттер өзінің жігіттік тұлғасынан айырылып, қаншама аналар өзінің аналық құқынан айырылып, бала шағасынан, отбасынан ажырап жатыр. Әсіресе әйел адамдардың ішкілікке ұрынғаны ол өте ауыр. Өйткені қаншалаған біз хабарларға қатыстық. Мына ұлттық арнадағы айту оңай, харекет бағдарламасы, асыл арна телеарнасында қаншама бағдарламаларда осы дүниені көтердік. Әйел адам болсын, еркек адам болсын, ішкені жаман. Оның ішінде әйел адам ішкілікке түссе, ол аналық құқынан ажырайтындай деңгейге бірақ түсіп кетеді екен. Ер азаматтар арақ ішсе, ең бірінші оның зұлымдығын отбасы көреді. Тап-тамаша келіншегі бар, қартайтып жіберген. Қандай балалары бар, жүрегіне әжім түсіріп шаршатып жіберген. Құдай бетін аулақ қылсын. Бұл ішкілік деген нәрсе атам қазақта итке құйсаң ішпейтін ең жеркенішті нәрсенің бірі еді. 1000 жылдықта қазақ өзінің қымызын ішкен, шұбатын ішкен аталарымыздың сөзі бар ғой. Исраил Сапарбаев ағамыздың өлеңі бар. Қымызың қайда, шұбатың қайда, құдіреттің күшін құятын бойға дейді. Құдіреттің күшін құятын бойға дейді. Алла тағала күш беретін қымызбен шұбатын қайда дейді. Адыра қалды қаншама жігіт дейді. Аруды сүйер атан жүрегі дейді Исраил ағамыз. Адам жүрегін шымырлатады. Адыра қалды дейді. Алла сақтасын. Аруды сүйер атан жүрегі дейді. Қаншама аруларды риза қылатын көркем сипаттар қазіргі уақытта осы ішкіліктің арқасында мынандай жағдайға жетті. Тағы да қайталап айтамыз. Бағанағы кейбір комментарийларды оқып отырып, мен пейілімізден шошимыз кейде. Неге? Ой, со полицейдің өлгені жақсы болды. Оңбағандардың анау жігіт батыр екен, маладес екен, барып қағып кеткені жақсы болды дейді. Неге біз біреуді табалаймыз? Неге біз біреуге жамандық тілейміз? Неге біз біреудің өліміне қуанамыз? Құдай сақтасын. Мен сол жазып отырған адамдар бір дәретханада отырып жазам екен, сол ішіп отырып жазам екен, солай деп ойлаймын. Себебі дені сау адам, дені сау қазақ еш уақытта жауы өліп жатса да оған жамандық тілемеген. Өліп жатқан жауының басынан аттамаған қазақ. Қазақ иті өлсе, сол итінің аузына құйрық май салып, мынау бір жақсы ит болып еді деп, сол итін көркемдеп көметін қазақ едік. Ал енді бір мемлекеттің айбыны болып отырған полицей өмірден өліп кетсе, соның өлгені жақсы болды деп қуанған нәрсе, ертең сенің балаң сол жағдайға душар болса, ертең сенің құда балаң, күйеу балаң сондайға душар болса, не болады сонда? Біз өз тілімізбен өз тағдырымызды шешіп жатырмыз кейде. Тіпті мен кеше Мақтаралды су басып кеткен кезде адамдар айдың күннің аманында өз үйінен қашып шығып дір-дір етіп тұрған кезде көп нәрсе есіме келді. Құдай-ай, осы біз қызбалықпенен кейбір отандастарымыздың үйін өртеген жоқ па екенбіз? Біреулердің дүкенін өртеп үйінен қуып шыққан жоқ па екенбіз?
сол біреулердің үйін өртеп, үйінен қуып шыққан кезде сол жердегі әйелдер, сол жердегі екіқабат кісілер дір-дір етіп шекарада тұрған жоқ па екен? Осы біздің біреулерге жасаған қиянатымыздың қарымтасы емес пе екен деп қорыққан жағдайды басымнан өткердім. Себебі Алла әділ. Әрбір жазаның мөлшері дейді, сол жасалған жазаның жамандықтың көлеміндей ғана дейді. Тіптен кеше бабаларымыз жеті жарғының кезінде біреудің саусағы сынса, саусағын сындырғанның саусағын сындырған, оның басын кесіп алған жоқ. Сол сияқты біздің қазаққа біреу қиянат жасаса, заңмен болсын, сондай ғана жаза белгіленеді. Ал енді біреу ойбай бізге үйттекен бүйтteкен деп оның үйін өртеп, дүкенін өртеп, адамын шығынға ұшыратып, үйінен бездіріп қуып шықсақ, Алла айбынымызды алып қояды. Сол бізге сол кезде қиын қылды деп біз өзіміз қырып жойған кейбір адамдардың қазақтан қорқып қалғанын, немесе тәубесіне келіп, содан қазақтың рухы көтеріліп кеткенін көріп тұрған жоқпын. Керісінше қаншама жігіттер сол қызбалықтың себебімен біреулердің айдап салуының арқасында қазір түрмеге түсіп, былайша айтқанда төңірегі абыр-дабыр болып отыр. Кеше өкінішке орай Мақтаралда қаншама үйге су кіріп, үйінен түнде безіп шыққанын көргенде, содан бірнеше айлар бұрын болған жағдайлар есіме түсті. Бізде қатты кетіп біреулердің үйін өртеп, біреулерді үйінен қуып шыққан ек. Алла тағаланың әділдігі сондай. Бірақ Алла бізге жұмсақ, сондай бір ескертулер жіберіп жатыр. Адамымыз өлген жоқ, бірақ үйімізден, қазақ айтады ғой, астыңнан су шықты ма деп, біреу орнынан тұрған кезде. Астымыздан су шығарып қойды Алла тағала. Сондықтан Алланың әділдігі бар. Біз еш уақытта біреуге жамандық тілемеуіміз керек. Ол полиция болсын, чиновник болсын, мемлекеттік қызметкер болсын, осы халықтың балалары. Бір аспаннан кеп, Африкадан кеп бізге полицей болып жүрген адам жоқ, немесе сонау бір Австралиядан кеп бізге чиновник болып жүрген адам жоқ. Соның бәрінің түбін қуып келсең, анау жемқор болып сотталып жатқан чиновникта, немесе біз ұнатпай отырған сол полицейіңізде біреудің құда баласы, біреудің бажасы, біреудің көршісі, яғни осы ұлттың тәрбиелеп шығарған адамдары. Өкінішке орай біз кейде ойлаймыз, мына система өзгеріп кетсе, басшыларды орнынан алып тастаса, керемет бір әділ, бізге сұмдық бір жылы көзқараспен қарайтын жұмсақ адамдар келеді деп. Сөйтіп кеше Ирактың халқы да ойлаған, сөйтіп кеше Ливияның халқы да ойлаған, сөйтіп кеше Сирияның халқы да ойлаған. Өкінішке орай, ұнатпаған адамын қуған кезде оның орнына жақсы көретін нағашысы келген жоқ. Өкінішке орай одан да жаман, одан да қиянатшыл адамдар келіп, кешегі ұнамаған жағдайы бүгінде түсіне кіретін ахуалды көріп отыр. Құдай біз содан сақтасын. Алла ынтымақ бірлігімізден ажыратпасын. Тоқал ешкі Құдайдан мүйіз сұраймын деп құлақтан айырылды дегендей, Алла сақтасын. Біз біреуді өлтіреміз деп, біреуге өлім тілейміз деп, өзіміздің басымызға кеп қалса, оны кімнен көреміз, кімге жалынамыз? Сондықтан біз жаңағы керісінше полицейлерімізге дуа қылуымыз керек. Алла тағала, солардың енді отбасына сабырлық бер. Ана қайтыс болып кеткен екі жігіттің Алла жәннатта болсын деп тілеуіміз керек.